Меніңше нағыз ер азамат деп үш адамның проблемасын шешетін жігітті айтсақ әбден болады. Олар кім десеңіз, өзінің ата-анасы, өзінің балалары және әйелі. Осы үштіктің проблемаларын, мәселелерін өзінің мойнына алған жігітті нағыз жігіт, нағыз азамат деп айта берсек болады. Мұны не үшін айтып отырмыз? Сіздің қандай қызметте отырғаныңыз, сіздің қандай қымбат көлікпен жүргеніңіз, сіздің қандай бір қымбат бренд киімдер кигеніңіз барлығы көбік. Егер осы жандар сіздің қамқорлығыңызда болмаса, сіз оларға бір ақшаңызды, уақытыңызды, бір көңіліңізді бөлмесеңіз, онда сіз бір жарығы түбіне түспейтін шам сияқты ғанасыз ғой. Қалған жетістіктеріңіздің барлығы жай бір бонустар ғана ғой. Иә, бір түсінікті, бір мақты жігіт болып көрінгіміз келеді, бір мақтау естігіміз келеді. Бірақ мақтау, қолпаш дегендеріңіз ол бір витамин дейміз бе, бір наркотик сияқты нәрсе ғой, бір естісең естігің келе береді. Бірақ шын мықтысыз қай кезде, егер сізді анаңыз мақтаса, бір жай көңіл үшін мақтау емес, шынымен ет жүрегі езіліп, бір ұл туған екенмін деп анаңыз мақтанса. Шын мықты жігітсіз, егер сізбен балаңыз мақтанса, менің әкем бір әлемдегі ең күшті әке деп. Бір нағыз мықты азаматсыз, егер сізді әйеліңіз мақтаса, осы жігітке шыққаныма өкінбеймін, осы жігітпен бір бақыттымын деп. Міне дәл осы кезде барып өзіңізді бір нағыз азамат, нағыз жігіт санай берсеңіз болады. Ал бұл мақтауларсыз естіп жүрген мақтауларыңыз бар ғой, ол бір жай көбік жел сөздер ғана.